Ал саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар ма? Оқушылар, бүгін біз өткен тақырыпта жай бөлшектер мен жай бөлшектерді бөлу және аралас сандарды бөлу тақырыбын өткен болатынбыз, иә? Сол тақырыпты қорытындылаймыз. Ал оқушылар, класста кім жоқ? Тұрып айтамыз, топ başı. Жарайсың, түгел келдік, жарайсыңдар. Ал балалар, үй жұмысын орындадық па? Олай болса, орындаған болса, қасымыздағы досымызбен, көршімізбенен ауысып дәптерлерді тексеріп шығайыққа. Тез-тез. Жылдамдатамыз. Үй тапсырмасын. Жоқ, әшейін. Мен сендерге бірнеше сұрақ қоям, сұраққа қол көтеріп жауап береміз, иә? Ал бөлшекті бөлшекке көбейту қалай орындалады? Кім жауап береді? Бөлшекті қалай көбейтетін едік? Жай бөлшектер. Тұрып жауап береді. Көбейтеміз, иә? Бөлшектің алымымен алымын, бөліммен көбейтеміз. Жарайсың. Келесі, натурал санды бөлшек санға қалай көбейтеміз? Натурал санды бөлшек санға қалай көбейтеміз? Натурал сан бөлшектің қай жағына көбейтіледі? Алымына ма, бөліміне ма? Дұрыс, алымына көбейтіледі. Тұрып жауап берейік, та? Нұрай? Көбейтіледі. Дұрыс, бөлшектің алымына көбейтіледі, ал бөлімі өзгерусіз. Дұрыс. Жарайсың. Аралас сандарды қалай көбейтеміз? Бақ, аралас сандарды қалай көбейтеміз? Бұрыс бөлшекке айналдырып көбейтеміз. Жарайсың. Аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Содан кейін көбейтеміз. Жай бөлшектерді көбейту ережесін орындаймыз. Дұрыс айтасың. Өзара кері сандар деп қандай сандарды айтамыз? Иә, айта ғой. Керемет, жарайсың. Бөлшекті бөлу қалай орындалады? Бөлшектерді бөлу ережесі қалай орындалады? Кім жауап береді? Көркем. Бөлшектерді бөлу қалай орындалады? Жай бөлшектерді қалай бөлеміз? Жай бөлшектерді қалай бөлеміз? Алымнан бөліп, солай орындала ма? Кім айтады? Басқа. Алымына бөлім. Бөлу ережесі солай ма еді? Тоғжан айта ғой. Алымда тұрған бөлшекті, бірінші бөлшекті, иә. бірінші бөлшекті дұрыс орындаймыз да, оған көбейтеміз. Ал екінші бөлшекті кері санға айналдырып, оларды қысқартамыз. Жарайсың. Толықтыра кететін болсақ, бірінші бөлшекті өз қалпында жазып, екінші бөлшекті көбейту арқылы кері санға айналдыра отырып, жай бөлшектерді көбейту ережесін қолданамыз, иә? Ал балалар, аралас сандарды қалай бөлеміз? Аралас сандарды қалай бөлеміз? Керемет. Аралас сандарды қалай бөлеміз? Аралас сандарды бөлішін бұрыс бөлшекті. Аралас санды бұрыс бөлшекке. Сосын жай бөлшектерді бөлу ережесі. Балалар, бүгінгі тақырыбы жай бөлшектерді бөлу және аралас сандарды бөлу тақырыбын пысықтау. Бірақ сендер бөлуді әлі жақсы меңгермеген сияқтысыңдар ғой? Иә?
бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын оқушыларды жұпқа бөліп алайық, иә? Мен сіздерге мынандай кеспе қағазда тарқатам. Математикалық терминдер білеміз ғой, иә? Математикалық терминдер бойынша сендерді қазір жұпқа бөлеміз. Топқа бөлмейміз, жұпқа бөлеміз. Қосу кімде? Азайту кімде? Азайтуға бересің. Ал енді балдар жұпқа бөліп алайық. Амалдар, сенде? Екеуің бір жұп болдыңдар, иә? Екеуің бірге есеп шығарамыз. Сен қандай? Көбейту, сен ше? Аралассан. Көбейту кімде? Неға кел? Кәні ажап тұралға тез жылжимыз. Сенде? Жай бөлшек кімде? Кел де жерде, тез етеміз. Сен қандай? Аралассан кімде? Бексаттың қасына кел. Сен қандайсан? Салыстыру кімде? Кел, не жерге кел, тез. Сен қандай? Теңдеу кімде? Сен неға кел? Сен қандай? Дұрыс бөлшек кімде? Кімнің ақтеліктің қасына бар? Сен қандай? Дұрыс бөлшек кімде? Не жерге бар сен? Тез. Сен дерті қандай? Қосу екеуің кімі? Жарайсыңдар ма? Сен дерті? Натуралсан екеуің кімде? Натуралсан. Мені, балдар, қыздар, енді біз жұпқа бөлініп алдық, иә? Бәріміз жай бөлшек деген не екенін, натуралсан дегенімізді білеміз ба? Жай бөлшек дегеніміз дұрыс бөлшекті білеміз ба? Демек, сол математикалық терминдер арқылы біз жұпқа бөлініп алдық. Олай болса, жұпқа бөлініп алсақ, қазір сендерге кеспе қағаздарын тарқатамын. Осы кеспе қағаздар бойынша есеп шығарамыз, тақтаға шығамыз. Екеуіне. Жылдамдатып орындаймыз. Әрқайсысының деңгейлеріне қарай беріп кетіп жатыр. Екеуін орындайсыңдар. Так, тез. 3 минут уақыт берем, 3 минутта тез орындап тақтаға жазамыз. Бізде ұқсас, үшеуінде орындаймыз. Ұқсас есептер, 4 түрлі кеспе қағазын берді, 4 түрлі бәріне бірдей өздерінің деңгейлеріне қарай шығарылатын есепті алып шығарасыңдар. Көбейтуге, бөлуге берді. Сендер есеп шығарып болғанша жай бөлшектерді бөлу ережесін естеріңе түсірейік, иә? Бері қараймыз, балалар. Менің қолымда сендердің есептеріме ұқсас есептер бар. Көрдік па? Бірінші мысалда натурал санды аралас санға бөлу. Көрдік қой? Бірінші бөлшекте натурал санды аралас сан түрінде жазып алдық. Демек, екі қандай сан? Натурал сан. Екіні жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, екінің астына біз не бердік? Бір бердік, дұрыс.
даусымызды шығарып айтайық та. Иә? Екінші аралас санды не істедік? Дұрыс, бұрыс бөлшекке айландырамыз. Ал енді одан кейін не істейміз? Көбейту арқылы орындарды ауыстырдық. Тұрып жауап береміз. Бірінші бөлшекті өз қалпында қалдырып, екінші бөлшекті көбейту арқылы кері санға айландырып, көбейту ережесін орындаймыз, иә? Жай бөлшектер көбейту ережесін орындаймыз. Осыған ұқсас есеп бар ма бізде? Иә. Бар. Жарайсыңдар. Келесі екінші есепке қараймыз. Екінші есепте аралас санды натурал санға бөлу ережесі берілген. Бұл жерде бірінші аралас санды бұрыс бөлшекке айландырамыз. Иә? Солай ма? Иә. Екінші натурал сан берілген. Натурал санды не істейміз? Жай бөлшек түрінде жазамыз, иә? Ал енді бірінші бөлшекті өз қалпында қалдырып, екінші бөлшекті неге айландырдық? Кері санға айландырдық. Иә? Одан кейін жай бөлшектерді көбейту ережесін орындадық. Ұқсас па екен, осындай есеп бар ма? Бар екен. Үшінші есепте аралас санды жай бөлшекке бөлдік. Бөлу ережесі берілген. Демек, бірінші не істейміз? Бірінші аралас санды бұрыс бөлшекке айландырдық. Жарайсыңдар. Одан кейін көбейту арқылы кері санға айналдырдық. Жарайсыңдар. Одан кейін жай бөлшектерді көбейту ережесін қолданамыз. Дұрыс. Келесі дәл осындай есеп жай бөлшекті аралас санға бөлу ережесі. Иә? Ал бұл жерде не істедік? Аралас санды неге айландырамыз? Бұрыс бөлшекке. Аралас санды бұрыс бөлшекке айландырамыз. Одан кейін бірінші бөлшекті өз қалпында жазып, екінші бөлшекті көбейту арқылы Кері санға айландырамыз. дұрыс. Көбейту арқылы кері санға айландырып, көбейту ережесін қолданамыз. Ал есебімізді аяқтайық. Дәптерге жаза береміз. Тақтаға кім шығады? Тақтаға орындайтындар бар ма? Тоғжан бірінші есепке өзінің кеспе қағазындағы. Керемет екінші есепке өзінің кеспе қағазындағы. Кәусар үшінші есепке. Осы есеп кімдерге тартылады? Маған Нұрбала төртінші есепке шығады. Кәм тақтаға шығайық. Тақтаға орындаймыз. Тақтаны төртке бөліп аламыз. Мынауын ғана. Біреуін ғана орындайсыңдар. Сен? Бол, сен. Неға, керемет? Неға орын? Тоғжан не істейміз енді? Есепті шығарған кезде бірінші ережені айтып аламыз. Не істейміз? Сөйге жазбама. Қолын ауыстар деген. Кәусар дұрыс орындап жатқан
жүрсің ғой. Бөлінген. Не істейміз енді? Нұрбалым? Керемет, сен де солында отқан жоқсың. Бірінші араласқандарда бұрыс бөлшекке айландырып алайық, тоғжан көбейту арқылы емес, бірінші берілген күйінше. Бөлімді жазамыз берген. Дұрыс. Жылдамдатайық. Олай қысқара ма? Біз қазір бөлу күйінше қалдық. Енді не істейміз, Тоғжан? Көбейту арқылы теріс айландырмаймыз ба? Иә. Тең деп ары қарай жалғастырамыз. 3-тен 20 көбейтілген. 9-дан 25-тің теріс аны. Керемет, не істейміз? Жарайсын, Тоғжан. Тағы не қысқара? Қысқаратындар бар ғой тағы? Жарайсын. Енді 20 мен 25-ті қандай санға қысқартты? 5. 1/2-ден 1-ді бұрыс бөлшекте айландырғанда 2-ден 1 болады ма? 1/2-ден 1-ді бұрыс бөлшекке айландырғанда. 3-ке 2-ден 3 деп жазайсың ба? Ал 5-тен 3. Жарайсын, Тоғжан. Керемет, не істейміз? Араласқанда бұрыс бөлшекке айландырды. 7-тен 4 бөлінген 3-тен 5 жарайсыз. Кер бөлшекке айландырды. 5-тен 3-ке қысқаратындары. Бар ма? Бар ма? Жоқ, қысқаратындар, я? Сол себепті көбейтті. Жарайсың. Отыр, Нұрбала, жарайсың. Араласқанды бұрыс бөлшекке қалай айландыратын еді? Араласқанды бұрыс бөлшекке қалай айландыратын еді? Кім айтады? 5 пен 14-ті көбейтіп отырып, одан кейін 5-ке қосамыз. Ақбек, сен айтшы. Қалай айландырамыз? Дұрыс. Дұрыс. 14-ке 5-ті көбейтеміз, одан кейін 5-ті қосамыз дейді. Сенде екінші бөлшек теріс айланбақ қой, сенде айланбаса. Сол кезде қысқарады. Бірінші бөлшекті айландырмаймыз, екінші бөлшекті айландырамыз. Дұрыс. Бөлу қайтадан. Я. Есепті орындау барысында жазу тәртібіне қарайық, я? Мына жерде қарашы, бөлшек қалай тұр, бөлу амалы қалай тұр. Амалдар дұрыс орындалу қажет, дұрыс жазу қажет, я? Ал енді не істейміз? Керемет. Жарайсың, Каусар. Әйтеуір үйтіп шығардық. Жай бөлшектерді көбейту амалдарды орындаған кезде балдар, жазу мәнерімізге қарайық. Қолтаңбамызға қарайық. Жарайды.
Жарайды. Енді не істейміз? Қысқаратындар бар ма? Бар ма? Қысқарт. Дұрыс, 14 пен 7. Сұйыққа жазамыз ба? Келесі кеспе қағазы. Жарайсың, Бақыт. Бақыт үшіншісіне шығар. Осы екен шығарасың. Тағы сол кеспе қағаз кімде бар? Сенде кеспе қағаз бар ма? Дұрыс па есеп? Дұрыс па? Енді ана 75 менен 15-ті қысқартуға болмай ма? Я шығайды. Нұржігіт, екінші есебіңе шық. Екінші есебіңе шық. 75 мен 15-ті қандай санға қысқартамыз? Ана жақта болған. Жетпіс 15-ке бөліне ма, бөліне ма? Бөліне ма? Демек, 15-ке қысқартаймыз ба? 15-ті 15-ке бөлсек. 75-ті 15-ке бөлсек. 15-ке бөлсек. Дұрыс. Ал енді қалған көбейтіп жаз. Бақ, сен бөлшектің бөлімінде қал ғой, сенде сандата. Бөлшектің алымында сенде бір қалды. Бөлімінде қалды. Сонда не жерде 6-дан 1 шығу қажет. Мынаның көбесінде тағы 1 бар. Дұрыстап жазсын. Дұрыстап. Өшіріп қайтадан жаз. Мына енді қараңдар қыздар. 2-ден 5 қалды. Бәрі осылай қалдыруға бола ма? Жоқ, оны араластан айналдырамыз. Араластанға айналдырамыз. Қалай айналдырамыз? 2 жарайсың. Тоғыздан 8 жарайсың. Тамаша. Көбейту. Жай бөлшекке көбейту ережесін қолданды. Я бұлай, я? Бірінші санды айналдырамыз ба, кері санға, Нұржігіт? Сен бірінші санды айналдырып қойдың. Жарайсың. Бір бүтін, 2-ден 1. Жарайсың. Өте тамаша. Осы тапсырма бойынша бағалау тоқтас бағытқа ең жоғарғы балл 3 баллын қойдым. Осы тапсырма бойынша 3 баллық жүйеменен бағаланады. Бағытқа 3 балл қойдым, Тоғжанға 3 балл қойдым. Кәусарға 2 балл қойдым, Кәусар шамал шатасты. Нұржігітке 3 балл қойдым, жарайсың Нұржігіт. Кереметке 2 балл қойдым. Енді қазір біз 10 баллға дейін сабақтың соңына дейін жиналады бағамыз.
Ал олай болса балдар, енді аралас сандарды көбейту, аралас сандарды бөлу ережелерінің айырмашылығы менен ұқсастықтарын есімізге түсірейік. Ұқсастығы аралас сандарды көбейтуде ұқсастықтары не? Қандай ұқсастық бар? Аралас санды да бөлуде де көбейтуде де аралас санды бірінші неге айналдырамыз? Қол көтеріп жауап берейікші. Аружан, тұрып жауап берші. Аралас санды көбейтуде де, бөлуде де неге айналдырамыз? Жарайсын, бұрыс бөлшекке айландырамыз. Бұл біздің аралас сандарды көбейту мен бөлудегі екеуінің ұқсастығы екен, я? Ал енді, айырмашылығын айтыңызшы. Айырмашылығы. Көбейту кезінде не істейміз? Алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. Жарайсыңдар, бөлшектің алымы мен алымын, бөлімі мен жарайсыңдар. Ал енді бөлуде? Бөлу кезінде бөлінгіш бөлшекті бөлшекке кері санға көбейту керек. Дұрыс, бөлу кезінде бөлінгіш бөлшекті кері санға көбейту керек. Жарайсыңдар, тамаша балдар. Ал олай болса, кітабымызды ашамыз. Жеке жұмыс, әркім өзі орындайды. Кітабымыздан 523 есепті орындайды. 523 есептің бірінші, екінші, үшінші, төртіншісін орындаймыз. 4 есепті орындаймыз. Назым тақтаға шығар. Керемет екіншісіне шығар. Кереметке көкасы. Көркем екіншісіне шығар. Аяулым үшіншісіне шығар. Дариға төртіншісіне шығар. Тоғжан сен шығып қойдың ғой. Енді осы оқушылар шықсын да. Басқа оқушылар шықсын. Тақтаны өшіреміз. Өшіріп тастаймыз. Жазып отырамыз, жұмысты, я? Орнында, 4 есепті орнында отырып шығат деген оқушы бағаланады. Егер дұрыс орындалса, бірінші, екінші, үшінші, төртіншісін орындаймыз. Жазып отырамыз дәптерге. Жеке жұмыс, дәптермен жұмыс, кітаппен жұмыс. Айтып шығарайық. Дұрыс, кері бөлшекке айландырдық. Бірақ мына жерде не арқылы айландырамыз? Көбейту арқылы. Шатасып кетті. Жарайсың, Назым. Өте тамаша. Дариға не істейміз? Бірінші бөлшекті өз қалпында жазып, екінші бөлшекті кері санға айналдырамыз. Көбейтуге. Жарайсың. Теңді қайқа қоямыз? Теңді осы аяға қоямыз ба? Қысқаратындар бар ма? Қысқаратындар бар ма?
Орнымызда шығарып келген оқушыны бағалаймыз, Аружан. Орнымызда шығарайық. Кім бітті? Мен. Әкел, көрейік. Жарайсың. Бүгінгі сабақта Нұржігіт жақсы жұмыс жасады, иә? Неге мына жерде бұлай болмайды, тез болмайды? Дұрыс. Тамаша. Нұржігітте 4 есептің 1 есебінде шамалы аяқ жағында қате жіберді. Жарайсың. Көркем сен есебің ба? Жарайсың. Енді Дариға қысқаратындар бар ма? Апай, Айт. 3